То есть ты должен, значит, выступить на определенную тему. Тематику выступления... Ағаларыңыздар қазақтар, мынандай бір программамен жасаған бір дауыстарды енгізіп, мына бір сенситив автор қоймай жатыр. Былай да олай да дәлелім бар ма өтірікке? Шынайы Нұрлан Сабуров патриот, ойбай Нұрлан Сабуров я сөйтіп айтты, Тина сөйтіп айтты, ойбай қасында шам жағып тұрғандай, қастарында сол диктофон ұстап тұрғандай бір айтып жатыр да. Біріншіден Нұрлан Сабуров ол мен үшін ол қазақ емес. Ол солтүстік сол Арқаның қазағы, Россияға көшіп кеткен, одан кейін шежіре заңын бұзған, әйелі орыс шатыс бірдеме. Мен барлығына сөйтіп айтамын, қатындардың орыс па болып, мен үшін сен де қазақ емессің деп. Байың орыс па, байың басқа ма, мен үшін сен қазақ емессің. Өйткені сен ең бірінші қазақтың ұлы заңының ең үлкен күнәсін жасап отырсың. Сен бөтен ұлттан қатын алатсың, сен бөтен ұлтқа байға тиіп жатсың. Ол бір ма. Екіншіден Нұрлан Сабуров Тина Канделакиға сөйтіп жауап береді деп мен мысалы сенбеймін. И бұның бәрі я фейк. Қазір фейс-ап бар, фейс-войс бар. Білмеймін, соншалықты Нұрлан үшін өйтіп бір жерлерін жыртпақ қойыңдаршы. Ол өзінің пайдасын білетін, өзінің жолын білетін сондай адам. Жол ашық болсын, мен оған ешқандай бір жаманшылық тілемеймін. Отбасы үшін өзінің нәпақасын тауып жүрген адам ғой. Бірақ мына жерде келіп енді оны мақтанып, оны бір намыс жыртып, ойбай ол қазақ үшін мен өйтіп айтпаймын деп мен сенбеймін. Қазақ үшін ол жаны ашыса Россиядан атасының басына жүрмеген да. Ресей Федерациясының ішіндегі әртістердің 90% қашып кетті мысалға. А ол Нұрлан не істеп жүр ол Москвада? Мобилизацияда қатысып жүр ма? Не істеп жүр ол? Сондықтан мынандайға келіп намыс жыртпақ қойыңдаршы. Ойбай Нұрлан андай екен, мынандай екен. Қандай екен біз бес оқсақта білеміз кімнің кім екенін.